2026 жылы инвестицияға компанияны қалай таңдаймыз, яғни компаниялар акцияларын қалай дұрыс талдау қажет, чтобы ол компанияның акциясынан дұрыс ақша таба алу үшін. Жалпы инвестициямен айналысып бастаған кезде білім алу өте маңызды, және бүгінгі видеода мен сіздерге компанияның акциясын қалай талдау керегінің қарапайым жеңіл лайфхагын түсіндіріп беретін боламын. Жалпы 26 жылы қандай сала болса да, соның ішіндегі хит болып жатқан сала бүкіл мамандықтарға қатты әсерін береді. Мысалы 26 жылдың басынан бастап бүкіл әлем, соның ішінде Қазақстан да жасанды интеллект дамып жатыр. Жасанды интеллектке ауысыңдар, жасанды интеллектті зерттеңдер деп бүкіл әлем айтқан болатын. Яғни 2026 жылы жақсы күшті ақша табатын кімдер? Осы жасанды интеллекттің ішінде жүргендер, соны жасайтындар, немесе жасанды интеллектке қатысы бар компаниялар. 2026 жылы үлкен әлемдік экономиканы жаңа деңгейге шығарған сала ол осы жасанды интеллект. Жалпы білесіздер ма, инвестициямен айналысқан кезде жан-жақты болу өте маңызды. Я бүкіл әлем айтып жатыр, жасанды интеллектке ақша салыңдар, жасанды интеллекттің компанияларын, акцияларын сатып алыңдар деп айтып жатыр. Енді қараңыздар, мен сіздерге жалпы инвестицияға қандай да бір акция таңдамас бұрын именно салаға, қай жақтағы қандай компаниялар, қандай секторлар, қандай направление қызығырақ болып жатқандығын түсіндіргім келеді. Мысалы, қазір бүкіл әлем жасанды интеллект туралы сөз қозғап жатыр. Жасанды интеллект күшті дейді. Бірақ енді қараңыздар, жасанды интеллект дегеніміз не? Бұлай көзге көрінетін, қолға ұсталынатын зат емес. Жасанды интеллект дегеніміз ол қазір сіз бен бізді байланыстырып отырған құрылғылар, телефондар, программалар, Google, ChatGPT, бұның барлығы жасанды интеллект болып табылады. Енді қараңыздар, қандай да бір компанияның акциясын іздеу үшін, инвестицияға талдау үшін жасанды интеллект үшін не керек? Чтобы жасанды интеллект жұмыс жасау үшін бізге телефон керек, Ол телефон жұмыс жасауы үшін бізге батарейка керек. Ол батарейка жұмыс жасау үшін не керек? Чип керек. Яғни мені қарап отыратын болсақ, инвестиция ол всегда последовательность. Яғни мықты күшті өсім беретін компанияны тауып алу үшін сіз чип өндіретін компанияны анықтайтын болсаңыз, жасанды интеллект дамып жатыр, бірақ жасанды интеллект чипсіз өмір сүре алмайды. Сондықтан да чип өндіретін компанияларға біз назар аударамыз. Сол сияқты өте көп жаңағы последовательность, неге деген нәрсе. Мен өзім өмірде неге деген нәрсені қатты жақсы көремін. Мысалы, менің қазір Алматы қаласында инвестиция саласы бойынша офлайн академиям бар. Осы академияны ашпас бұрында неге деген сұрақ жан-жағынан айналып шықты. Жалпы өмірде де, бизнеста да неге деген сұрақтың жауабын көбірек алатын болсаңыз, сіз ол нәрседен ешқашан қателеспейсіз. Мысалы, не үшін мен академия аштым? Чтобы сіз бен біздер сияқты осы саланы игергісі келетін адамдар көзбен көріп, өздері осы жерге келіп, офлайн отырып сабақ оқи алуы үшін. Қазір мошенниктер көп, алдап кететіндер көп, финансовый пирамида көп. Яғни сіздер сияқты кісілер осы жерге келіп, өзін осы сала бойынша дұрыс мамандардан дұрыс білім алып кетсе алуы үшін. Сол сияқты бұл жерде де, яғни инвестицияда сіздің қандай да бір жетістікке жеткіңіз келетін болса, жан-жақты болу өте маңызды. Енді қараңыздар, мысалы, чип, жасанды интеллект, телефон, батарея, бұның барлығы айналып келгенде не? Айналып келгенде бұның барлығы технология болып табылады. Технология ол сізді қазір барлық жағынан дамыта алатын, сізді миллионер қыла алатын инструмент болып тұр. Енді мысалы, технологиялық сектор, осы жасанды интеллектпен айналысатын түрлі компаниялар. Менің тәжірибемде менің бір шәкіртім бір ғана компанияның, осы именно жасанды интеллектпен айналысатын бір ғана компанияның өзінен шамамен шатаспасам 5-6 миллиондай шамасында ақша тапқан болатын. Ол сол компанияның акциясын просто арзан кезінде сатып алды, қымбаттаған кезінде сатты. Соның разницасынан шамамен $6,000 қаражат тапқан болатын, және скриндарын сіздерге осы жерге қойып қоямын. Дәл осы сияқты жасанды интеллект болсын, ол финансовый сектор, қаржы секторы, биткоинға қатысты, болмаса здравоохранение, біздің күнделікті балаларымыз алып жатқан прививкаға қатысты, не болмаса Netflix, Amazon, Meta, Instagramның, сол сияқты компаниялардың барлығының акцияларынан сіздер пайда таба аласыздар. Ол үшін не істеу керек? Дұрыс уақытта, дұрыс компанияны дұрыс бағада сатып алу керек. Егер сізге осы сала қызық болатын болса, және нағыз мамандардан жүйелі білім алып қаржылай жетістікке жетіңіз келетін болса, мына номерге хабарласып, курс туралы толық ақпарат алып, Алматы қаласындағы офлайн академиямызға келіп, сабақ алсаңыздар болады. Жалпы қандай да бір компанияның
акциясын дұрыс талдай алу үшін ең біріншіден оның бизнесіне мән бересіздер. Оның бизнесі тұрақты ма, қаражаты бар ма, қарызы жоқ па, және оның конкуренттері кім. Сол конкуренттердің ішінде басқалардан ерекшеленіп тұратын болса, сол компанияның ішіндегі барлық процесті түсіну арқылы дұрыс бағадан, дұрыс уақыттан, дұрыс акцияны таңдап алуға әбден болады. Және сіздерге бір прям мясо ақпарат болсын, егер де сіз бұл салада ешқандай біліміңіз жоқ болатын болса, мүлдем инвестиция деген не екендігін білмейсіз, бірақ брокерский счет аштыңыз, айналысқыңыз келетін болса, менен сіздерге бір үлкен лайфхак болсын. Осы жасанды интеллектке қатысты Google компаниясының акциясын просто құлаған кезінде сатып алып отыратын болсаңыздар, соның өзінен өте үлкен қаражат ақша табуға болады. Бұл сіздерге үлкен лайфхак. Google компаниясы ол жасанды интеллекттің ішіндегі үлкен гиганты, атасы. Егер Google болмаса, сізбен біздер байланыста отырмайтын едік. Және көп адамдар ойлайды ғой, Google деген ана кірген кезде ақпарат іздейтін платформа деп. На самом деле Google осы жасанды интеллекттің негізгі драйвері. Ол өзінен кейінгі кішкентай компаниялардың бәріне өзінің серверларын арендаға берумен айналысады. Яғни ол осы әлемдегі ең мықты, ең күшті, ең мықты компания болып табылады. То есть инвестициядан хотя бы просто қазір 5 тиын болса да тауып көріңіз келетін болса, барыңыздар да Google компаниясының акциясын сатып алсаңыздар болады. Егер осы видео ұнаса, маған лайк қойыңыздар, комментарийге өзіңіздің сұрақтарыңызды жазыңыздар. Келесі шығарылымда міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап берем, және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Дана Кубентаева.